Ассалаумағалейкум қазақ елі және де BM Motors оқырмандары. Осыдан 2-3 күн бұрын прямой эфирде айтқан болатынбыз. Қызылорда облысы Байқоңыр қаласынан Азат деген бауырымыз осы Грандаур көлігіне тапсырыс берді. Соны прямой эфирден барып машинаны қараған болатынбыз. Бүгін уже 4 күні кешке машинаны сатып әкеліп, жолға полностью дайындап қойдық. Құдай қаласа ертең обедте сағат 11-де машина контейнерге артылып, Қазақстанға жолға шығады. Бір ай ішінде бұл машина кепілді түрде елімізге кіреді. Машинамен таныстыратын болсақ, Грандаур 2017 жылғы 61 мың пробегте, передний парктронигі, 19-дық баллон, боковой поворотник, бесключевой доступ. Азат бауырымыз бізге именно без панорама машина қараған болатын. Сол үшін без панорама машина, полностью электропакет, память сиденья, плавающее сиденье, мультируль, круиз-контроль. Пробег 61 мың километр ғана жүрген. 360 камерасы да бар. Подогрев обдув сиденья, подогрев руля, климат-контроль, драйв-мод, автохолд, электронный паркинг, 360 камера, артқа шторка. Комплектте 2 кілті бар. Артқа қатарына өтетін болсақ, артқа терезеде шторкасымен, артқа подогрев и мультимедиамен управлениесі бар. Пассажирский сиденьеде де управлениесі бар. Так, бұл көлік Азат бауырымызға 8 миллион 200 мың теңгеге до Алматы түсті. Ары қарай документіне Құдай қаласа Алматыда примерно 4 миллиондай ақша кетеді. Біздің компаниямыздың атынан әдеттегідей Азат бауырымызға сыйлығымыз бар. Машинаның уходовой косметикасы алып, полностью машинаны дайындап қойдық. Құдай қаласа бір ай ішінде машина Азат бауырымызға қолына тиетін болады. Сенім білдіріп бауырым тапсырыс бергеніңе рахмет. Машинаң ешқашан жолда қалдырмасын.